Қазақ қоғамы үшін тағы бір жақсы жаңалық, осыдан 4-5 жыл бұрын шыққан Сейілбек Мырзабайдың бала тәрбиесіне қатысты балалықтан даналыққа деп аталатын кітабы өте бір ерекше бір сұранысқа ие болып, қазақ қоғамында кеңінен тараған болатын. Енді осы сұранысқа орай дәл бүгін осы кітап төте жазуменен қайта басылып шықты. Не үшін төте жазумен? Себебі Алтайдан көшіп келіп жатқан қандас қазақтарымыздың бәрі өздерінің бала шағаларына қазақша тәрбие берейін десе, мына біздің кирилл жазуларын оқи алмайды, оқыса қиналып кетеді. Ал не үшін енді бұған деген сұраныс қатты артты? Себебі өздеріңіз білесіздер, Қытайдың ішкі саясаты 2016-2017 жылы бізге жайсыздау тиді. Аз ұлттардың бәрін мектептерін жабу, олардың ана тілдерін жою, мәдениеттерін тұншықтыру деген аталатын бір жайсыз толқын жүріп өтті. Соның кесірінен соңғы 8 жылда, 6 жылда, 5 жылда Қытайдан көшіп келіп жатқан қандас бауырларымыздың бала шағалары ана тілінде сөйлей алмай қалған. Міне енді сол отанымызға оралған қандас бауырларымыздың бәрі бала шағаларына қайттан қазақша тәрбие беру үшін бұл кітапты төте жазуда оқуға мәжбүр болып қалды. Енді сол Қытайдан, Алтайдан көшіп келген Гүлжан атты бір қандас қарындасымыз кәсіпкерлікпен тапқан таянған ақшасының бәрін осы жобаға салды дағыны бұл кітапты төте жазуда араб харіптерімен жарқыратып жарыққа шығарды. Егер төте жазумен оқысам, жаным рахаттанады, кирилл әріптерінен басым айналады, шаршап кетем, қиналып қаламын дейтін қандас ағайындар бауырлар болатын болса, бүгіннен бастап бізге тапсырыс беріп, бала шағаңызға қазақша тәрбие беріп, мынандай арлы да ақылды азамат тәрбиелеп өсіріп шығара аласыз.